Ассалаумағалейкум достар, бүгін 6-шы күн съемка болып жатыр. Қазіргі таңда больницаның локациясына келдік. Уже где-то 4-5 сахна түсіріліп қойды. Мына жақта біздің актерлар барлығы тамақ ішіп отыр, актрисалар. Обедтерін береміз. Развозкаға апарамыз. Бұйыртса осы воскресенье күні сыныптастың 60 сериясы шығады. Яғни рахмет баршаңызға. Харизма берші. Ей, мұрт керек. Харизма берші. Тишина. Приготовились. Тихо. Құсай сушесің ба? Қалжан! Құсай сушесің ба? Баш. Ассалаумағалейкум, сыныптастар, қандай? Жақсы ма бауырым? Не қойы бұл? Все, давайте, пока. Ерсіленіп қойып кетті. 12 апрель біздің съемкаға кәдімгі видеолар көріп дайындалып жатыр балдар. Қайтып собырлар жұмыс істейді, полиция қайтып істейді. Жол қылып шығатын же. Ар жағынан өтіп кетті ше жаным. Қайырып атсың. Міне. Сыныптас ойбай. Сымдық дайындық болып жатыр балдар ес. Жаман сымдық дайындық болып жатыр. Абекең түсіре бергім келеді. Абеке біздің міне главный режиссеріміз. Өткіл сыныптасты түсірген осы жігіт мінекей. Кіммен сөйлесіп жатсың? Кіммен сөйлесіп жатқанда историяға мен каждый раз сіз салып жүрмін ғой. Сіз танысын деп. Ал бізде міне 3-ші локацияға келдік. Рамазан айының не болып жатыр екен, айт болып жатыр ғой. Айтқа дастархан жайып сіздерді кішігірім құттықтап жатырмыз. Қазір енді міне Абзал бауырымыз да келді өзі. Вот, короче, балдар, сыныптас айрайын деп тұрмыз бұйыртса. 6-шы сериясын күтіп жатқандар бар ма, жоқ па? Сыныптастың съемкасы әлі болып жатыр, мынау кішігірім процесстер. Короче, достар, Талғар қарауысында Доктор Икс деген өте бір керемет осындай бейт. Қайырлы күн, сыныптастың түсірілім күні 6-шы күн ба? 6-шы күн, иә. Парус Жуон, қай серия бұл? Алтын аяғы. Алтынай, привет. Алтын аяғы. Мен Алтынай деп ойлап қалыппын. Алтынның аяғы. Бұйырса, осы серияны күтіңіздер. Баклашпен су құйып жүр бірінші. Күн ысып кетті бір. Жақсылап мұздай суға жуынып алыңдар, ана пісіп жіберем қазір, Давай. Ішіп ал, пока мұздай кезде ішіп ал. Аха. Абыл. Ең топ 3 кино менің оқырмандарыма ұсынатын. Олдбой. Корейский ма, американский ма? Американскийін көре берсеңші. Басқағы? Невидимый гость дегенді көрсіңші. Одан кейін Человеческий гнев дейтін кино бар. Человеческий гнев? Иә, осы үшеуін көрсіңші. Осы үшеуін көрсін ба бүгін? Маған кеп түсінігін айтып берсе екен. Достар, мен жаңа TikTokқа бірінші видеоны салдым, өткенде өтініш айтып ғой. Монетизацияны тексеріп көру керек деп. Сіздерге рахмет, подписчиктеріңізге 13 мың бірдеңе жинап тастапсыздар. Енді жаңа видео салдым, просмотры 100 мың болса, шынымен де ақша төлейді деп естідім. Көзімді жеткізіп алсам, егер шынымен де маған TikTok ақша төлесе, сіздермен бөлісем, қалай болған барлығын. Қазір мына видеоға соңғы шыққан комментарий қалдырып, мына қазақ бауырым молодец деп
қолдап кішкене лайк басып репост жасап сөйтіп бірден активный қылып маған просмотрым 100 мыңнан асырып жіберсек результатымен резко сіздермен бөлісетін боламыз. өтірік қолдаңыздар енді. Брат, аптека салып жатқанмын ғой. Пока что плюсы ғана тұр да. Енді мына жерлерге бір кішкене ақша керек болып не істесем болады? Жан жағына бүйтіп аптеканы құрастырасың да, ортасына апа қоя саласың ғой бір. Бір апа тастай саласың, иә? Дәрі-пәрілер шашып тастайсың жан жағына. Дәрі-пәрі. Соң кішкене ақша болса. Менде как раз не бар? Шашлык бар. Дейтін апрельский сирен болып жатыр. Құрметті достар, өткен видеода, сториста ана аппақ бірандай бүршік атып тұрған бір нәрсені сирен деп қателесіп қаптым, ренжімеңіздер. Қараңыздаршы, қандай әдемі голландский розалар. Темір, тері, мыс, алюминий, ыдыстар қабылдаймыз. Темір, тері қабылдаймыз. Темір, телі, алюминий, мыс. Қыздар. Адрес көрейікші балдар, айтыңдаршы бір нәрсе. Қараңдаршы. Маған бәрібір қазір қайқа барам, маған бәрібір денес болып тұр ғой. Қауын қарбыз бар, қауын қарбыз. Қауын аламыз, қауын қарбыз. Зил холодильник. Темір, тері, алюминий қабылдаймыз. Металлом қабылдаймыз, алюминий, мыс, сым, проводтар. Любой әйтеуір, ұзындау бір нәрселердің бәрін қабылдап жатырған қайын. Темір аламыз, темір. Достар, жас келе жатыр, уже кішкентай ғана уақыт қалды. Сіздерге мотивация болу үшін сіз iPhone 15-тің егерде болып қалуы мүмкін. Ол үшін бүгін ауа райы күшті болып тұр. Бүгін мына менің жанымды шақырғаныммен бір жерге келдік. Бұл асығыс көкем. Ей, жаным, тұрсынан. Бүгін қызым екенбіз кішігірім әңгіме айтып уақыт өтсек деп бір жерге алып келді мені. Осындай жерге келіңіз деп. Иә? Не алды күлесің ғой? Қошақай, менің ең бірінші қай жерім ұнады? Көз. Осыны ма? Жақсы рубрика. Бізде бүгін жаңа лимонад пен айстиға дегустация. Бізде Қошақанның алғаны. Қандай алдың десем дегенше. Айсти бір бәле, короче. Менікі, менікі қандай еді? Лимонад, лаймон. Ondan 8. На екінші лимон көріш. Маған кофе қатты ұнамайды, сондықтан да 10-нан 5 примерно. Сөйлескен кезде біз екеуміз прям нереально жақын болып кеткенбіз. Бір сөйлескеннен уже кәдімгі бұрыннан
бір триллиард жыл бұрын араласып жүрген адамбыз пат танып кеткенбіз ғой бір-бірімізді. Сонымен құралай маған жереді ғой, айтады ғой, прикинь, біз сол өмірде екеуміз бірге дос болғанбыз. Қазір біз сол жанымыз екеуміздің жанымыз бірімізге жақын болған соншалықты біз жерде де жанымыздың жақын екенін сездік. Біздің жанымыз екеуміздің бірімізге жанымыз сол жақын екенін сразу түсінгенбіз сүрт бастады. Сонда біз де бұрын бірге болғанбыз ба? Бұнда болған өмірді біз қазір дежавю қылып көреміз. Сондай дейді. Рас па? Алдымызда жаз келе жатыр. Дәл қазіргі уақытта енді тренировка барып жазда кез келген бір бассейнге, либо бір Қапшағайға, либо бір Алакөлге және